Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Төл арнада ақиқат алаңы бағдарламасы. Біз қазақ мал баққан елміз. Тәуелсіздігімізді алып, тыңнан түрен салып, қара жерге кетпен шапқан елміз. Расында да бұл қазақ ауылым алтын бесігім деп тәмсілдеп, ауыл шаруашылығы саласын ата кәсібіне балаған. Елдің қамын ежелден ойлайтын елбасымызда жыл сайынғы жолдауында ауыл шаруашылығы саласына көптеп көңіл бөлуде. Және де биылғы жолдауында осы ауыл шаруашылығы саласына жаңа технологияларды енгізуді, саланы ғылыммен ұштастыруды, әрбір өндірілген өнімнің көлемін арттыруды және сапасын жақсартуды қадап тапсырды. Ал біздің облысымызда ауыл шаруашылығы саласы қалай дамуда және оның даму жолында қандай жұмыстар қолға алынған? Бүгін біз осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Бақыт Жақанов, облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы. Ерсұлтан Әпетов, облыстық ветеринария басқармасының басшысы. Бауыржан Шаменов, облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы басшысының міндетін атқарушы. Сонымен қатар Имамзада Шағыртаев, облыстық мәслихат депутаты. Студиямызға қош келіпсіздер. Бақтаға ең әуелі сұрақты өзіңізден бастағанды жөн көріп отырмын. Жалпы біздің облысымызда ауыл шаруашылығы саласының даму деңгейі қандай белестерді бағындырдық? Осы тұрғыдан сәл ақпараттандырып кетсеңіз. Енді бұл жерде айта кету керек, енді соңғы жылдары облысымызда агроөнеркәсіптік кешенінде жақсы даму динамика қалыптасып келе жатыр. Оның негізгі себебі әрине біріншіден мемлекеттің беріп отқан жылды сайынғы қолдау. Өткен жылдың өзінде 9 миллиардтан астам мемлекет әртүрлі қолдаудың берді. Оның ішінде 7 миллиард теңге бұл деген мал шаруашылығына беретін субсидия болатын болса, 3 миллиардтан астамы қаражат бұл деген егін шаруашылығына берген субсидиялар. Бұл жерде айта кету керек, енді мал шаруашылығында етті, сүтті бағасын кеткен шығындарын өндіру үшін кеткен шығындарын ішінара өтеу үшін, малдың басын көбейтіп селекция жұмыстарымен айналысып, асыл тұқымды жұмыстармен айналысқан үшін, қолдау үшін, сондай сияқты қымыз шұбат өндірген үшін, сол үшін мемлекет субсидия беріп отыр мал шаруашылығында. Ал егін шаруашылығында негізгі тұқымға байланысты құнын арзандатуға, минералдық мәйіштер гербицидтердің құнын арзандатуға және бір гектарға жалпы басқа да тауар материалдық құндылықтардың құнын арзандату үшін мемлекет субсидия беріп отыр. Оның үстінен айта кету керек, соңғы 3 жылдың қатарынан, енді 2014 жылдан бастап қазір жаңадан инвестициялық субсидиялар деген жаңа мемлекеттің қолдауы пайда болды. Ол әрине жаңа технологияларды енгізу, жаңа техникаларды алған үшін, мал шаруашылығын дамытқан үшін, сол үшін инвестиция салған шығындарын ішінара мемлекет қазір өтеп отыр. Соның арқасында енді жаңа айтып кеттім, ауыл шаруашылығында жалпы жақсы даму динамикасы бар. Өткен жыл мысалы жалпы агроөнеркәсіп кешенінде өндірілген өнім көлемі 2015 пен салыстырғанда 7,3%-ға өсті. Дәл сондай өсім тамақ өнімдерінде де өндіруде байқалып отыр. Инвестиция көлемі артып келе жатыр. Осының арқасында 2-3 есеге ауыл шаруашылығының негізгі капиталын салынған инвестиция көбейді. Ал енді 2015 жылы бұл деген инвестиция 11 есе көбейген. Сонда 2 жылдың ішінде қарасаңыздар, бұл деген 20 есеге жоғары болып тұр осы салынған инвестиция. Әрине бұл барлығы өзінің нәтижесінде беріп жатыр. Сіздер жақсы білесіздер, енді өткен жылы мысалы осы біздің сыр күріштен негізгі дақылымыз болып есептеледі. Сондықтан содан рекордтық өнім алды. 56 центнерден әр гектарынан қазір күріш айналды. Бұл енді бұрын соңында біздің тарихымызда облыс бойынша осындай облыстық көрсеткіш бұндай деңгейге жеткен жоқ. 449 мың тонна біздің күріш саласын өндірдік. Жалпы біздің елбасымызда үнемі өзінің сөзінде айтып жүреді, мұнайға байланған экономикадан біз арылуымыз керек. Оның орнына агросаясатты дамытып, оның өнімдерін шетелге экспорттасақ, біз сол мұнайдан тапқан ақшаны солай ақ табар едік деп үнемі айтып жүр. Жалпы Имамзадаға қазір енді сіздер барлық басқарманы бақылап, қадағалап отырсыздар, жұмыстары көз алдарыңызда барлығының. Енді осы ауыл шаруашылығы басқармасының жұмыстарын сіздер облыстық мәслихат тарап қалай бағалап жатсыздар? Жалпы біздің облысымызда кейінгі 3-4 жылда айтар едім, ауыл шаруашылық кешендерін дамыту жөнінде жақсы қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оның дәлелді себептері, мысалға, қазір біз кеше облыстық депутаттардың арасында және өкілетті органдардан, атқарушы органдардан комиссия құрылып, аймақ басшысының сұранымы бойынша біз
бүкіл елді мекендерді, аудандарды аралап өттік. Сонда елдерге қандай жағдайлар, қандай даму динамикасы, әлде осы келешекте қалай жұмыс жасау керектігін жан-жақты халықпенен, агрокешеннің басында жүрген азаматтармен пікірталасып жұмыс жасадық. Оның барысында әрине Арал ауданынан Жаңақорғанға дейін аралап өткенде көп нәрсе мал басының көбейгендігін білдік. Және әртараптандыру саясатына халықтың жақсы көзқарасы, жақсы болып, жақсы жұмыс жасап жатқанын байқадық. Әрине проблемалар жоқ емес, проблемалар бар. Басты жалпы былай халықтың несі кооперативке өту жөнінде жақсы қолға алынып, жақсы көзқарасқа жасалынып жатыр. Мысалы, майда шаруашылықтар ірілену саясатымен қаржы алып, қаржы институттарынан қаржы алу жөнінде, осы қаржыны алып елге салып, және жұмыс көзін ашу жөнінде жақсы қызығушылық танытып жатқанын көрдік. Жалпы егін саласында да қозғалыстар бар әрине. Оның бір несі дәлелі, мысалы осы мемлекеттің қолдауының арқасында жақсы алға қарай жылжу бар. Мысалға мен шаруашылығымнан, мен де бір шаруашылық басқарам, мысалға өз шаруашылығымнан айтсам, біздің шаруашылықтың шығынның 1/4 мемлекеттің қолдауының арқасында шығынның 1/4 жауып отырамыз. Мысалға инвест субсидия, жерге берілетін гектарный субсидия дейді, мал басына берілетін субсидиялар, және де пестицидтер мен гербицидтерге берілетін субсидиялар үлкен бізге көмек қолын тигізіп тұр. Әрине 2000 жылдардың басында бұндай көмек болмаған кездерде жұмыс жасадық. Онда да жұмыс жасап шаруашылықты жүргіземіз. Қазір шаруашылықты жүргізем, осы агрокешеннің саясатына, агрокешеннің бизнесіне ілесем деген адамға бүкіл мүмкіндіктер бар сияқты меніңше. Сондықтан ешқандай қазіргі ауыл шаруашылығынан қорқатын ешқандай негіз жоқ. Жұмыс жасап, тиімді пайдаланып, экономикалық жағынан зерттеп, жақсы жұмыс істеген адамға барлық мүмкіндіктер бар. Субсидия деп айтып жатыр. Жалпы мына Европа мемлекеттері 2012 жылдан бастап осы субсидия мәселесін нақты қолға алған. Енді шаруаның шаруасы шешілсе ғана ол экономикаға нақты бір пайда келе алады. Осы енді делдалға ұрынбай нарыққа төте жолмен шығу үшін бүгінгі таңда ауыл шаруашылығы саласын субсидиялау мәселесі қалай жүзеге асып жатыр бақтаға? Жалпы 2003 жылдан бастап субсидия бөліне бастады. Мысалы мал шаруашылығына сол кезде бөлінген субсидия 300 миллион ғана еді. Қазір енді ол былтыр жыл 2,7 миллиардқа жетті. 8 есеге ұлғайды субсидия. Егін шаруашылығында да күрішшілер жақсы біледі. 4000 теңгеден әр гектарына сол кездегі субсидия беріліп, ол субсидия қазір деген бір гектарына былтыр жылы, алдыңғы жылы 25 мың, былтыр жылы 17 мың теңгеден, содан бөлек, оның ішінен удобрениеға бөлетін 50%. Енді өткен жылы енді бізде Қазақстанда өндірілмейтін жаңағы күріш шаруашылығына қажетті минералды тыңайтқыштардың 30% еді. Біз биылғы жылы сол жаңағы ауыл шаруашылығы министрлігінің дәлелдеп, Қазақстанда өндірілмейтін жаңағы минералды тыңайтқыштарға да шетелден келетіндерге бәріне бірдей жаңағы бәсекелестік орта қалыптастыру үшін бағасына да, жаңағы сапасына да, сөйтіп жаңағы шаруашылықтарға тиімді баға беру үшін сол қазір 50% осы биылғы жылдан бастап субсидияланатын болып отыр. Оның ережесі биылғы жаңадан шықты. Ол енді шаруашылықтарға өте тиімді. Отандық жаңағы тауар өндірушілерді қорғау мақсатында отандық тауар өндірушілер 50%-мен арзандатылған бағамен береді, содан кейін субсидияны оларға төлейтін болып отырмыз. Бұл шаруашылыққа мысалы қымбат минералды тыңайтқышты бүкіл бағасына жаңағы ақшасын іздеп сатып алу үшін қиналмайды, жарты бағасының ақшасын төлеп сатып алады, 50%-ын содан кейін алғаннан кейін удобрение келгеннен кейін біз деген төлеп береміз. Судың да қазір субсидиясы жаңағы былтыр жылдан жаңағы өзгеріп іске асырылып жатыр. Енді суды түсіну керек шаруашылықтар. Бұл су деген біздің байлығымыз үлкен. Сондықтан енді оның үнемдеу технологиясын енгізу үшін шаруашылықтарда бұрын өте арзан бағамен алып келді, бірақ енді мынау су шаруашылығында каналдарды қалпына келтіру, қашықтарды ұстап тұру, жаңағы бекеттерді ұстап тұру үшін әрине ол да мемлекет жаңағы үлкен шығын жасап отыр. Сондықтан сол шығындарды сол жаңағы қазсушардың жаңағы өзінің шығындарын есептеп қазір жаңағы субсидия ішінара беріп отыр. Биылғы енді 25%-дай жаңағы судың жеткізіп беру құнына сондай субсидия төленетін болады. Сонымен бірге гербицидтердің өткен жылы біз деген 50%-ға дейін жеткіздік. Барлық гербицидтердің жаңағы құнын субсидиялау ол да биылғы қарастыру жаңағы қаржысы бөлінді. Енді шетелге тауарлар шығаруды айтып қалдыңыз. Жалпы біздің Қызылорда облысы бұл буферлік
аймақ деп танылған. Енді осы буферлік аймақтан шығу үшін Ерсұлтан мырза қандай шаралар атқарылып жатыр қазіргі таңда? Ветеринария саласы бойынша жылда енді бізге жоспар бойынша сол 2011 жылдан бері біз буферлік аймаққа жатқызылған аусыл ауруынан. Оған байланысты жылда жоспарға сәйкес вакцина егу Ресей Федерациясынан алынған, тазартылған 3 валентті вакцинасы пайдаланылады күзде, көктем айларында. Бұнда мүйіздер қара, сосын уақ малдар, түйе малдары аусыл ауруымен ауыратын осыларды егу, сосын карантинге қою, сырттан келген шығатын малдарды. Сосын бізде бірдейлендіру, енді ветеринария саласында осы малдың, 4 түрлі малдың есебін жүргізу, осы шаралар. Сонымен қатар диагностикалық тексерулер, осылардың нәтижесіне байланысты бізде оң өзгерістер қалыптасып отыр қазіргі таңда. Енді өздеріңіз білесіздер, жылда өткен жылдың өзінде басқа аймақтарда аса қауіпті аурулардың 129 түрі тіркеліп жатыр. Оның ішінде аса қауіпті сібір жарасы, құтыру ауруы деген сияқты, нодулярлы дерматит деген сияқты. Бізде одан аманбыз, өйткені бізде 15 түрлі ауруға, аса қауіпті ауруларға байланысты республикалық бюджеттен дәрі-дәрмектерді уақытылы жеткізіліп, уақытылы егіп, уақытылы есебін беріп отыр. Онымен қоса, бізде Қызылорда облысының аймағына, географиялық жағдайына байланысты бізде 4 түрлі малдың арасында экономикалық шығын келтіретін, яғни жылда қайталанып отыратын аурулар бар. Мал өлім-жітімге ұшырайтын осы ауруларға біз облыстық мәслихаттан сұраныспен қаржы бөлдіртіп, былтырғы жылға 167 миллионға 6 түрлі ауруға дәрі-дәрмектер сатып алып бердік. Бұл енді шаруалар үшін үлкен жеңілдік. Сонымен қоса бірдейлендіруге байланысты пайдаланылатын барлық құлақ жапсырмалары, ветеринарный паспорттар бұрын ақылы түрде мал егелерінің есебінен жүргізіліп келген болса, қазіргі таңда ол да тегін сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы осы сырғалау жұмыстарына біздің тұрғындар жақсы атсалыса ма, әлде кері тартып жататын жағдайлар бола ма? Енді әрине халық ел болғаннан кейін болады. Бірінші кездерде малымызға енді сондай теріс пиғылдағы ел болғаннан кейін сондай түсініктерде қалыптасқан, малымызды есепке тірксек, сырғалатсақ, оны салық төлетеді деген сияқты. Қазір ауыл шаруашылық басқармасының басшысы айтып өтті, мемлекеттік бағдарламалар, алтын асық бар, құлан бағдарламасы, сыбаға бағдарламасы, осы алқып жылдан жылға біздің малымыздың басы көбейіп келе жатыр. Қазір халықтың өзі түсінді, тегін өйткені барлығы сырғалауы да, оның қызметі де, ветеринарный паспортын толтыру, даже малын сататын болса, справкілеріне дейін барлығы тегін жүргізіліп жатыр қазір таңда. Енді осы алдағы наурыз айының 15-інде облыстық мәслихаттың 12-ші сессиясы өтеді. Онда осы ауыл шаруашылығы саласын дамытудың тетіктері қарастырылады деп күтілуде. Сол туралы айтып өтсеңіз. Жалпы Бақыт Дүйсенов айтып өтті ғой, жалпы ауыл шаруашылығын дамыту жөнінде нақты қандай проблемалар болып жатыр, сол жөнінде қозғалады. Ол жөнінде енді қандай біздің осы Қызылорда облысында ауыл шаруашылық кешенін дамыту үшін қандай іс-шаралар жасалу керек, сол жөнінде нақты іс-шара болады, сол жерде келісіледі. Енді ол жерде кеше біз уақытша комиссияның аралап өткенде барлық мәселелерді аралап өттік. Онда енді көбінесе кіші кәсіпкерлер орындар дамыту жөнінде қалай. Мысалға біз бір байқағаным, Қазалы ауданында біз болдық, комиссия болғанда бір келіншек шығып айтты. Осындай мен банкі жасап, 15 мың банкіні жасап, сол сатқан екен Ақтөбе облысына, Ресейге. Сол келіншек енді әрі қарай цех алу жөнінде бізге ұсыныс жасады. Оны қалай аламыз, оны қалай жүргіземіз. Мысалы, сондай сұрақтар көп елді мекенде, қызығушылық. Ол әрі қарай дамытқысы келеді мысалға. Кейбір елді мекендерде аудандарда мысалға көлді қалай пайдалануға болады. Мысалға көлде жергілікті жерлердің тұрғылықты адамдарға берілсе деген ұсыныстар айтылды. Ол да дұрыс ұсыныстар. Мысалға кейбір көлдерді су дегенде үлкен балық өнімін өндіріп сатудың өзі үлкен байлық. Сол жөнінде көп мәселелер көтеріліп, жергілікті халыққа берілсе, сол жергілікті халықтың адамдары жұмыс істеп, соған қаржы беріліп, соны әрі қарай дамытсақ деген ұсыныс пікірлерін айтты. Өйткені елінде көл тұр, бір ауылдың өзінде 3-4 көлден бар.
сол көлде қарап отырсаң сырттан кейбір жерлерде алған ешқандай іс-шара жасалмаған. Балық дегенде біздің өндірісімізде қазір экспортқа шығарып жатыр. Мысалы біздің Қызылорда облысы Ресейге, қазір Европаға шығарып жатыр. Еурокод алған кәсіпорын. Ішкі өндірістің өзінде де балық сұранысына көптеген сұраныс болып жатыр. Мысалы балық өніміне. Сондықтан жергілікті халықтың сұранысы сол. Мысалы балық өндірісін өндірсек, әрі қарай көлімізге еге болып, сол жөнінде мәселелер. Енді кооперация жөнінде, кооперативтің енді кіріліп жатқан пайда болып, енді бұл жөнінде елбасынан бастап дұрыс ұсыныс жасалынып жатыр деп ойлаймыз. Өйткені осы жөнінде аймақ басшысы әрбір жиналыста, әрбір кездесуде айтып жүр. Мұны тездетіп жұмыс жасап осы халық игілігіне жұмсау үшін қандай іс-шаралар істелуі керек, қандай өкілетті органнан, атқарушы органдардан қандай көмектер керек, соған бүкіл мүмкіндіктерді жасаймыз деп. Әрине ол жөнінде біраз сөзде жұмыстар жасалып жатыр. Мысалға Сырдария ауданында Ақжарма ауылында Қайрат Нұрпейісов деген азамат кеше бірінші болып ауданда алынып, кеше 100 миллион теңге ақша алып, сол азамат елде мал өндіру, мал өнімдерін өндіру және мал сою цехы мен шұжық цехын салу жөнінде бастама жасалып жатыр. Және ол кооперацияның көлемінде асқабақ өнімін пайдалану жөнінде шетелге шығып асқабақты алып өндіріп және онымен порошок жасап, соны өндіріске пайдалану жөнінде үлкен жобалар жасап жатыр. Соның өзінде елдің жаңа технологияға деген ұмтылысы, басқа әртараптандыру жөнінде де жұмыс жасаудың өзі жұмыс жасап жатқандарын көрсетеді. Жалпы былай ұмтылыс жақсы біздің өндірісте. Кейінгі уақытта суармалы жерді пайдалану жөнінде өте тиімді пайдаланып жатыр. Мысалға, мен ауыл шаруашылығы өзім маман ретінде айтар едім. Біздің Жалағаш ауданында, мен болғандықтан Жалағаш ауданында бізде қазір жер тегістеп жаңа технологияны ендіріп, сол жаңа технологияны ендіру арқылы жақсы урожайға қол жеткізіп жатыр. Бір сөзіңізде суармалы жерлер деп айтып қалдыңыз. Бауыржан мырза, жалпы қазіргі таңда осы суармалы жерлерді қалпына келтіру жұмыстары қалай жүріп жатыр? Енді расында суармалы жерлер біздің алтын қорымыз болып табылады. Біз биылғы елбасының жолдауының өзінде егіс суармалы жерлерді алдағы 5 жылда 40%-ға қайта айналымға қосу мәселесі тапсырылып, егіс алқаптарын 2 миллионға дейін жеткізу тапсырылған. Енді жалпы атап өтейін, облыс аумағында 238 мың суармалы жерлер болатын болса, соның 179 мың суармалы жерлер инженерлік жүйеге келтірілген. Сонымен қатар 60 мың гектары суландыру және қашыртқы дренаж жүйелерінің нашарлауынан пайдаланбай келеді. Бұл уақытта бізде нақты жоспарларымыз бар. Атап айтқанда бізде осы 238 мың суармалы жерлердің 188-ін алдағы жылдары қайта қалпына келтіру және айналымға қайта қосу. Атап айтқанда елбасының тапсырмасы бойынша бізде алдағы 5 жылда 50%-ға дейін 60 мың гектардың 29 мың суармалы жерлерді қайта алдына айналымға қосатын боламыз. Сонымен қатар халықаралық қаржы ұйымдарының қаржысы есебінен инженерлік және дренаж жүйелерді жетілдіру бағдарлама жобасы бар. Бізде 2-ші және 3-ші пуйт-2, пуйт-3 деп аталады. Сол бойынша 15 мың келесі жылдан бастап Жалағаш ауданында 15 мың гектар суармалы жерлерді қалпына келтіру жобасы жүзеге асырылатын болады. Нақты қаржы шешілген, құжаттандырудың барлығы ағымдағы жылда дайындалып іске асырылатын болады. Сонымен қатар 29 мың пайдаланбай тұрған 29 мың гектар суармалы жерлерді біз алдағы 5 жылда онда құжаттандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Онда айналым қосатын боламыз. Бұл жобалардың барлығы есептегенде 122 мың миллиард доллар теңге, 122 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылып, осы жоба жүзеге асырылатын болады. Енді бақтаға жаңа имамзадаға айтып отыр ғой, жаңа технологияларды енгізген деп. Енді қазіргі таңда бізде жерде жеткілікті, адамның ресурста жеткілікті, Құдайға шүкір, бұрынғыдай емес, қазір ауыл шаруашылығы саласының өнімдері жыл сайын көлемі артып келеді. Енді осы әлемдік тұрғыда сыннан өткен технологияларды біз өзімізге қаншалықты ендіре алдық? Енді әлде ендіріп жатырмыз деп айтуға болады. Себебі
өмір бойы орында тоқтап тұрған жоқ. Жылда жаңалықтар болады, ғалымдардың жаңалықтары бар. Енді айта кетейік, біз тек әлемдегі емес, біз өзіміздегі де мынау инновациялық ғалымдардың шығарған жетістіктерінде қазір бюджеттен қаржы бөлгізіп мынау өндіріске енгізу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. 2014-16 жылдары осыған байланысты 151 миллион ақша бөлгізді. Соған біз деген 20-дан астам осындай инновациялық жобаларды іске асырып, енді оның ішінде әртүрлі енді мынау қауын өсіру, қауын шумымен күресу, күрішке осы айтып жатқан ерәлі шаруашылығында да осы жер тегістеу, суды үнемдеу технологияларды ол да өзіміздегі жасалып жатқан жұмыстар. Одан бөлек қазір мал шаруашылығы дамып жатыр, сондықтан енді қазір жаңадан мал бордақылау алаңдары салынып жатыр. Өкінішке орай бізде ірі көлемде мал бордақылау алаңдары болған жоқ. 25 жылдың ішінде ол бәрі қазір бұзылып жойылып кеткеннен кейін халықты мамандарды қайттан үйрету, сол аз шығынды азайту негізгі мақсаты. Және сосын мынау алатын өнімнің өнімділігін жоғарылату, сол бағытта жұмыс жасалып жатыр. Жаңа технологиямен қатар жаңа сорттар, ол да инновациялық жобалар деп есептеледі, енгізіліп жатыр. Жаңағы жатқанымыз былтыр жылы осы жерде гибридтік сорттарды егіп, Әскер М деген компаниясы 25 гектарына тәтті жүгері, тәтті бұрыш, осы сұранысқа жоғары өте. Тосын қауын қарбыздың да гибридтерін өндіріп, осы жерде көрді, өте жақсы нәтиже берді. Енді биылғы жыл сол көлемдерін көбейту мақсатында жұмыс жасалып жатыр. Енді біз қазір осы агроөнеркәсіп кешенін дамыту үшін облыс әкімінің тапсырмасымен 2016 жылы облыстың 2017-2020 жылға арналған агрокартасын әзірледік. Сол картын бүкіл ол негізгі мақсатымыз болды, ол картаны әзірлеудегі. Ол біріншіден маркетингтік зерттеу жүргізіп, және соның арқасында ішкі нарықтағы сыртқы нарығын бәрін зерттеп, өзіміздің өнімізді қалай тиімді сату болады мүмкіндік. Қай бағыттарымызды біз дамытуға тиістіміз. Себебі ол бәрі бәсекелестік, түсінікті. Енді Қызылорда облысында отырып біз бұл жерде апельсин өндіре алмаймыз. Енді оның бағасы қымбат болады, сосын оның құны өте өз шығыны қымбат болады. Сондықтан өзіміздің қазір табиғи климат жағдайына, жердің топырақтың жағдайына сәйкес қарай, қандай өнімдерді тез дамытуға, қандай өнімдерден біздеген өнім түрлерінен біздеген қалып баратын, солардың қалай тездетіп оған да инвестиция тартуға, сол жөнінде осындай карта жасалды. Ең бірінші мәселеміз өндірген өнімдің дайындаудың, сақтаудың, өңдеудің сондай тиімді жүйесін қалыптастыруға қажетпіз. 9 осындай сервис дайындау орталықтарын құру жөнінде жоспарлап отырмыз. Сол арқылы әрине соның қасында агрокооперативтерді айтып жатырмыз, кооперацияны. Майда шаруашылықтар соған біріктіріп, сол арқылы бізге негіз ары қарай дамытамыз деп жоспарлап отырмыз. Енді нағыз жаңа технология келетін болсақ, біз енді халықаралық стандартқа ет комбинатын салуды жоспарлап отырмыз. Қазір деген Сырдария ауданында Бесарақ ауылында жылына 10 мың қозы өсіретін, бордақылайтын, жылына 250 тонна қозы етін шығаратын қазірген үлкен комплекс салынып жатыр. Дәулет жауапкершілігі серіктесі Абай Дәулет деген. Ол амандық болса осы көктем айларында толық аяқтап іске қосып кетеді. Малын сатып алып, жем заводының ішіне қойып, қазір деген инфрақұрылымдарын бәрін аяқтап болды. Енді бордақылау ішінде кейбір сосын сою пункттерінің, холодильниктердің солардың заттары келіп, құрылыс жұмыстары толық аяқталады. Бұл да етін ары қарай экспортқа шығаруға мүмкіндік береді. Бұл да бір жағынан қасындағы орналасқан майда шаруашылықтардың дамуына алып келеді. Себебі олар соған қозын тапсыруға ертең өздерді өсіруге бейімделе бастайды. Сондықтан біз сол арқылы жем-шөппен де қамтамасыз етеміз, құрамы жеммен де қамтамасыз етеміз. Дәл сондай, мысалы, жем-шөппен қамтамасыз ететін комплекс қазір өзімізде жанрай жемде салынып, оған үлкен агрокешенге 6 миллиардтан астам инвестиция тартылды, мысалы. Оған енді келген шетелдіктерді көбісі көріп, осындай бізде халықаралық стандартқа сәйкес келетін жаңа технологияларын алып келіп істеп жатырмыз дейді. Ол Германияның заводы, Петку заводынан келген, мысалы, үлкен жем, құрам жем шығаратын оборудование. Ол енді әрине бұл мал шаруашылығының дамуына үлкен септігін тигізеді. Ал енді биылғы егістік науқаны жақын, дайындық барысы қалай жалпы? Қандай жоспарлар бар?
Енді биылғы жылы біз деген әрі қарай әртараптандыру егіс алқаптарын жүргізетін боламыз. Бірақ айта кетуіміз қажет, күріш шаруашылығы бізге бұл стратегиялық маңызы бар дақыл, сондықтан оның көлемі біз деген 75 мың гектардан төмен түсірмейміз. Биылғы жылы 78 мың гектарға егу межеленіп отыр. Сошылардың айтуы бойынша биылғы егіске түгел сумен қамтамасыз етеміз деп жасалып жатыр. Оның үстіне Жаңақорғандағы егер қазір жөндеу жұмыстары тоспаны жөндеу жұмыстары аяқталса, ол кезде әрине бұл судың барлығы бізге өте тиімді, уақытылы келіп, барлық егісті қамтамасыз ететін боламыз. Жалпы егіс көлемі биыл 168 мың гектарға орналасады деп жоспарлап отыр. Оны енді межемізді өткен жылдың жасадық. Өткен жылы шаруашылықтармен жұмыс жасап, биылғы жылы не егіп, не қоятынын, соған әр каналдардың су өткізу қабілетіне сәйкес, қасындағы егіс көлеміне сәйкес біз деген нақтылап қазір жасап қойдық. Соған сәйкес биыл негізгі дақылымыз 78 мың гектар егетін болса, 7 мың гектарға қазір майлы дақылдар, 60 мың гектарға мал азықтық дақылдарды егеміз жоспарлап отырмыз. 16 мың гектарға қателеспесем картоп, көкөніс егіледі, 7 мың гектарда бақша дақылдарын егетін боламыз. Сонымен қатар біз енді мал шаруашылығын дамыту үшін енді арпа, сұлы, бидайды егуді соңғы жылдар қолға алып келатырмыз. Өткен жылы жақсы көбейтіп алдық. Биыл жылы осы күздік бидайды да жақсы егілді. Осы мақсатында қазір жұмыстарын жасап жалғастыратын боламыз деп отырмыз. Жалпы елбасы мына Қазақстанның 3-ші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауында ұсақ шаруашылықтарды кооперативтерге біріктіру мәселесін айтты. Бұл енді әлемдік тәжірибедегі бар нәрсе ғой. Елбасы оны бір айдан алып айтып отқан жоқ. Бұның бізге тиімді тұстары да көп болмақ. Сонымен қатар бұрындары бір сөзінде елбасымыз айтқан болатын, біздің қазақтар жалпы ауылға барып, болмаса қалада тұрып мал баққысы келмейді, егін егіп өнімін алғысы келмейді, бірақ жақсы нәрсені ішіп жегісі келеді деп. Шынында да осы елбасымыздың сөзінің әр жағына қарап отырсақ, бұнда экономикамыздың өрге өсуі және де ұлттың денсаулығының сапалы болуы тұрғандығы ақиқат. Ауыл шаруашылығы дамыса, біздің ұтарымыз мол болады. Бұл ақиқат. Аман сау болыңыздар.